Осы кезде Еуропа одағы Ресейге қарсы шектеулерді одан әрі күшейтуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Еуропалық одақтың сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кая Каллас Германияның Die Welt басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл жолы санкциялық тізімдегі компаниялар мен азаматтардың саны тағы 3-тен 1-ге артады. Осылайша дипломат Мәскеу Украинадағы соғысты толық тоқтатпайынша, оған жасалатын қысым тек үдей түсетінін меңзеді. 2022 жылы соғыс басталғалы бері Еуроодақ Ресейдің саясаткерлеріне, әскерилеріне, олигархтары мен компанияларына қарсы санкциялардың 21 пакетін қабылдады. Соның салдарынан 3000-нан астам жеке және заңды тұлға шектеуге ілігіп, Еуропа бойынша олардың 28 миллиард еуродан астам жеке активі бұғатталған еді. Кая Каллас мұндай шаралардың Кремльге ауыр соққы болғанын айтып, одан келген жалпы экономикалық шығынды 1 триллион еуродан асып жығылды деп бағалады. Соған қарамастан, жаңадан ұсынылған санкциялық тізім бекітілуі үшін Еуропалық одаққа мүше 27 елдің барлығы келісім беруі тиіс. Алайда бұл жолы санкцияны кеңейту оңай болмайын деп тұр. Себебі Грекия бастаған кейбір елдер бұл бастамаға қарсылық танытуда.